Сәлем балалар, қазақ тілі 2-ші сынып, 27-ші сабақ. Тақырыбы дауыссыз к мен г. К, г әріптерінің емлесін сақтап жазу, мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтау. 36-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Достық ұлы туымыз. Дос бауыр көп, дос қауыл жоқ. Айқара ашық есігі, ұлы отаным, гүл отаным. Тыныштықтың бесігі. Тілегі бір, жүрегі бір, достармен біз біргеміз. Туыс барда, құрыштан да берік біздің іргеміз. Балалар, өлең не туралы екен? Өлең достық туралы екен. Өлеңдегі негізгі ойды анықтайық. Өлеңдегі негізгі ой достықтың қадірін білу керек. Қарамен жазылған сөздерді көшіріп жазу. Бұл сөздерде қандай дыбыстар өзгеріске ұшырағанын айтайық. Қарамен жазылған сөздер есігі, бесігі, тілегі. Есігі, есік, бесігі, бесік, жүрегі, жүрек. Енді ережесі, есіңе сақтап ал. К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келгендіктен, мінеки дауысты дыбыс бесігі деген жүрегі деген сондықтан г дыбысына айналды. Жазған кезде есік, есігі, бесік, бесігі, жүрек, жүрегі. Көп нүктерінің орнына к әріптерінің тиісін қойып өлеңді көшіріп жаз. Халқымыздың сенімі, жақсылардың серігі. Күрестерде шыныққан ағаларға мен іні. Осының ішінде к дыбыстары туралы білетінді айтады. Мысалы, серік, серігі. Балалар, серік, серік деген досы, жанындағы жолдасы дегенді білдірсе, екінші мағынасы, яғни серік ол адамның аты екен. Ендеше к дыбысынан кейін дауысы дыбыс келгендіктен г дыбысына айналды. Неке серік сөзінің өзгеріске ұшырағанын дәлелдедік. 8-ші жаттығуда сөздерді топтастырып жаз. Бүршік дегеніміз өсімдіктердегі бастамасы, және көктем кезінде ағаштардан, бұтақтардан ақырын бүршіктеніп шыға бастағанын байқауға болады. Түбір сөздерді бір бөлік, өзгеріске ұшыраған сөздерді бір бөлік жазамыз. Түбір сөздер бүршік, жиек, кірпік, киік, тілек, түлік. Өзгеріске ұшыраған көлігі, тірлігі, еңбегі, бүйрегі, үйрегі және көйлегі. Егерде біз түбір сөздер деген жаңағы өзгеріске ұшыратын болсақ, бүршік, бүршігі, жиек, жиегі, кірпік, кірпігі, киік, киігі, тілек, тілегі, түлек, түлегі деп осылайда жазуға болады. Шығармашылық жүзіліс 39 жаттығуда бос төркөздерге тиісті әріптерді қойып шыққан мақалды оқы. Мысалы, күннің көзінде тұрған б, содан кейін туда мынандай белгіде гүлде р, содан кейін л, және туда біз білеміз әрпін, ең соңында жүрекшеде к әрпін. Сонда бізде шықты бірлік. Енді толықтайтын болсақ, бірлік болмай, тірлік болмас деген осындай мақал мәтел шықты. К дыбысына аяқтаған сөздерге дыбысын қосып оқы дейді. Мысалы, бірлік, бірлігі, тірлік, тірлігі деп осылай дыбысын қосып оқыдық. Енді сөйлем құрастырайық. Бірлігі жарасқан отанымды жақсы көрем. Балалар, біздің елімізде, Қазақстан елінде көп ұлтты адамдар тұрады. Олар ынтымақта, достықта, бірлігі жарасқан еліміз деп айтуға болады. Сондықтан тек қана үлкен адамдар емес, балалар да осылай бірлігі жарасқан әр ұлттың балалары бір сыныпта оқиды, бір мектепте оқиды. Балалар, бүгінгі біз тақырыпта өлеңнің негізгі ойын таптық, к мен г дыбысының өзгеріске ұшырауын дәлелдедік. Осымен сабағымыз аяқталды.